Екінші тараудың бірінші оқылымы. Бір елден бір елге келіп, ойдағыдай орын теуіп кету қайдан оңай болсын. Бай байға, сай-сайға құяды дейтіндей емес. Ердана кезінде байдың оқымысты мырзасы болғанымен, дәл қазір панасыз қайыршы міскіннің кейпін киіп, жат елдің бай ауылына бір ат бір қамшыдан басқа қазынасы жоқ қалпында қадам тастап келеді. Жеті зәңгі елді уысына ұстаған, Қызырбектей жас үкіртайға тарту таралғыға ұсына қоятын осы жалғыз күрең атынан басқа несі бар? Қанша дегенмен жомарт ауылда өскен береген қолды көпес азамат еді. Біреудің сыйына сый көрсетпесе қырынан қысылып көңілі көншімей тұратын дарқан пейілі бар. Егер күрең атына Қызырбектің көзі түсе қалса делік, онда сырты түкіші боқ, не ұрыға алдырып, не қасқырға жегізіп алатын бұл қыл құйрығы үкіртайдың бетінен садаға дереді. Бірақ төрт түлігі сай, атақ даңқы жер жарған пивадан шонжар, біздей жарлының жалғыз атына зар дейсің бе? Бұл күрең саңғылақты да шаң қаптырып кететін жұма сайын жүлдалар, не дүйім жүйрік жорғалары да жеті басатын болар. Иә, жол мақсаты жету. Әуелі бақадай шақырып жатқан қан ордасындай салауатты сол ауылға ат тұмсығын тіреп алайын, сосын бір жөні болар деген секілді әртүрлі ойға шомып келеді. Олар сайдың басына шыға келгенде Қоңыр-обаның жалпақ даласы жарқ етіп көріне кетті. Маңдай тұста батыс пен шығыста көсілген сары жон сұлап жатыр. Қасқырдың тісіндей ақсиған барлық тауына ұқсамайды. А дегенде көзге шалына кететін сорайған олпы-солпы шоқылары жоқ. Ішекке тыққан жылқы қазысындай жұмырланып көрінеді. Майлы тауымыз осы болса керек, деп тұспалдады Ердана. Бергі жағы бидай жасық екен, жап-жасыл сазды алқаптың басы аяғы тай шаптырымдай шағын болғанымен лықсыған малға толы. Ал қырғақ даласындағы көк қасқа бетегесінен жатқан құлын көрінбейтіндей. Қоды Қызырбектің ертегеш ыстық демес, суық демес тұрады майда қоңыр самал айдап деген өлеңі дәл бейнелеп, қоңыр самал бетегені теңіздей толқытып тұр. Саздың оңтүстік жиегінде айнадай жарқырап көл жатыр. Көл шетіндегі көгалалы жылқы тобының көлеңкесі сағымдалып, тіпті зорайып көрінеді. Жазық даланың әр жерінде түндегі Абайдың әңгімесінде айтылған үйсін қабірлері қоңырқай тартып мен мұндалайды. Біреу, екеу, үшеу, жетеу. Әзірге Ердананың көзіне шал